Тарих қатпарларында құпия мен тылсымға толы сыр көп. Сондай тарихи оқиғалардың бірі әлем өркениетінде өзгеріс жасаған Ұлы Сұлтан мен оның құпия жорығы туралы. Ол осы жерден, көне Мысырдағы Каир қаласынан басталады. Сіз тұтқын қалдыңыз, беріліңіз. Үйімді. Тоқта. Менің мекенімде жүргеніңді ұмытпа. Жеті күн, жеті түн уақытың қалды, Ұлы Сұлтан. Жұртыңды ақылмен әрі әділетті басқар. Сонымен көптен күткен сәт осы. Серпімділік күші қайтадан жоғары әрекет етуге бастайды. Қай кезінде? Максималды ауытқу кезінде. Балам, біз жұмысқа кеттік. Жақсылап тамақтан, сосын бөлмеңді жина. Азат, мектепке өзің бара бер, мен үлгермеймін. Амплитуда деп аталады. Сен бүгін жай қайтасың ба? Иә, тұтынушылармен жұмыс істеу кестесін жасаймыз. Ой, айт, басшылық ауысып жұмыс көбейіп кетті ғой. Біраз еңбектенсем қызметімде жоғары. Жарайсың, онда мен жұмыстан шығамын. Балам, бәрі дұрыс па? Мына жерде бір... Тағда ма? Мәссаған! Мен Мысырда сияқтымын ғой. Сен әлгі жасыл құбыжық сияқтысың ғой, солай ма? Бұл жолы перғауынға көмектесемін бе? Әлде мумияларды көрем бе? Сфинкстің жұмақтарын шешем бе? Ей! Ал керек болса. Ақымақ қоңыз. Маған бір қызық көрсетеме десем, одан да үйде сабағымды оқып отыра беруім керек еді. Физика пәнін енді оқып бастап едім. Интеллект күші. Мәссаған, әдемі екен. Ей, сен кімсің? Қане бері кел. Бері кел. Ай, бұрыным. Ей, янам. Неменеге айғайлайсың? Тоқта! Тоқым! Ой, Аха, мұнда келсің ғой. Қазір мен соғым. Ой, сенің қолыңнан осылай жасауда келе ме? Оның қолы бар деп кім айтты? Ha?
Жоқ, ол бұлай істей алмайтын сияқты. Жібер мені. Сен бәріне осылай айқайдай бересің бе? Сіз кімсіз өзі? Иә. Мен Фатуммын. Уақыттың, кеңістіктің, тағдырдың өзімін. Мен ештеңе түсінген жоқпын. Қазір көрсетемін. Қалай, түсіндің бе? Түсінгенде, сонда... Жарайды, тағы бір мәрте көрсетейін. Жоқ, түсіндім. Онда негізгі шаруаға көшейік. Өзің білетіндей бұған дейін сенің басыңнан өткен шытырман оқиға кездейсоқтық емес. Бұл жолы да солай. Қарапайым тілмен айтсақ, сен тарих үшін өте маңызды адамсың. Сенің міндетің өткен тарихи оқиғалардың өзгеріп кетпеуін қамтамасыз ету. Тоқтай тұрыңыз, сонда мен не істеуім керек? Жарайсың. Сұрақ қоя басың. Қалғанын уақыт өте түсініп аласың. Бастысы өзіңе сенімді бол. Қорықпа. Ал енді қылышты байқа. Көрсете. Ей, қараш, мен оны ұстап алдым. Түсіндегі не? Тұр, ақымақ. Енді қашатын болса... Доган, Яна! Сендерге не болған? Мырзам, өзіңіз бұйырғандай ескі ғибадатхананы түгел қарап шықтық. Мынаны сол жерден тауып алдық. Ол ғибадатханадан мынаны алып кетпек болды. Негізі ол... Мен саяхатшымын. Кешіріңіздер, мына кісілер мені біреумен шатастырып алған сияқты. Кіп-кішкентай болып... Доган! Жібер оны. Бар да жуын. Бетімде шынымен де... Жылдам! Мынандай киімді бірінші рет көріп тұрмын. Сен өзі қайдан келдің? Біздің тілімізді қайдан білесің? Мен ұлы даладан келдім. Шытырман оқиғаларды жақсы көремін. Ұстаңдар оны. Иә, ұстаңдар. Не? Тоқтай тұрыңыздар. Сенен жақсы мәмлік шығады. Аха, қолым болғыш екені рас. Қолын шешіңдер. Не? Мен рұқсат етпейінше сөйлеуші болма. Түсіндің бе? Әміршім. Таптың ба оны? Жоқ, әміршім. Өкінішке қарай оны таба алмадық. Зубайыр бұған разы бола қоймас. Әміршім, меніңше бұл жерде бір шикілік бар сияқты. Кешіріңіздер, сіздер не іздеп жүрсіздер? Мен не айттым саған? Бұл кім Харат? Әміршім, кешіріңіз. Біз тұмарды іздеп жүріп, бұны ескі ғибадатханадан таптық. Айда кейінге беріп тәрбиелетейін деп едім. Әйтпесе тәртібі өте нашар бал екен. Мен сіздер... Тыныш тұр. Сабыр ет, Харат. Атың кім, балақай? Менің атым Азат.
Біздің жолығуымыз кездейсоқтық емес сияқты, бейбарыс сұлтан. Az қалды.